Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай печеньенің жасалу жолын көрсетейін деп жатырмын. Ол үшін алдымен бізге 2 жұмыртқа, 100 мл сұйық май, шекер 1 бокал, разрыхитель және ұн қажет болады. Алдымен 2 жұмыртқамызды саламыз. Сосын шекерімізді саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Сосын сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйған соң жақсылап араластырамыз. Енді үстінен ұнымызды саламыз. Електен өткізу міндетті түрде керек. Ұнды қажетінше саласыздар. Разрыхитель міндетті түрде 5 грамм салсаңыздар жеткілікті. Оны да електен өткіземіз. Араластырамыз. Тағы да ұн саламыз. Енді жұмсақ қылып қамбайлаймыз. Үш рет тұршы. Қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Жақсылап араластырып, жұмсақ қылып белейміз. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді бұны целлофан пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Біздің печеньеміздің қамыры дайын болды. Осылай азырақ араластырдым. Құртқа ұқсап осылай дөңгелектеп шығасыздар. Әртүрлі формаға салсаңыздар да өз еркілеріңіз. Мен осылай домалақтап жасаймын. Майланған табамызға саламыз. Осылай алып жасай бересіздер. Екі-үшеуін көрсетіп жіберейін. Араларын кішкене алшақтау қылған дұрыс, себебі қазір бұлар ісінеді. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмау керек. Вот осылай. Вот осылай салып шығасыздар да қызып тұрған пеште пісіре бересіздер.